Мен сіздерге қазір единый совокупный платеж отчислениясын қалай жүргізу екенін көрсететін боламын, инструкциясын. Единый совокупный платеж қазір 42.500 теңгелік пособияға үміткер кісілер. Бұлар ешқайда официальный жұмыс істемей жүрген кісілер үшін арналады, және ешқашан жұмыс істемеген болмаса, уақытша жұмыс істемей жүрген кісілер үшін арналады. Платежға кіреміз. Все. Штрафы платежу бюджет. Отчисление для самозанятых ИП. Бұл жерде единый совокупный платеж деген пункт бар, соны басамыз. Место регистрации қалалар город 2651, ауылдар 1325. Біз Нұр-Сұлтанда тұрамыз, мысалы мен өзімді не істейін. Период оплаты апрель аламыз обязательно, март, февраль болмайды, май, июньда болмайды. Апрель алу керек, болмаса қате шығады. Иін платежка, менің әйелім мысалы үйде отырады, жұмыс істемеген, сол кісіге жазып көрейін. Продолжить дейміз. Платеж поступит на следующий рабочий день дейді. Продолжить. Окей. Біз төледік, мысалы, соны ертесі күні 42.500-ге пособияға уже заявка берсек болады.